ағылшын тілінде ойланып үйрену үшін не істеу керек? Көп рет естіген шығарсыз, маған қазақ тілінде емес, қазақшадан ағылшыншаға аударып емес, ағылшын тілінде ойланып бастау қажет. Бірақ оны қалай үйренуге болады? Сізге көмектесетін бір оңай лайфхак бар. Бұл лайфхак бәріне келе бермейді, оны қолданып бастау үшін сіздің деңгейіңіз кемінде pre-intermediate болу керек. Және бұл лайфхак жаңа сөздерді ағылшын тілінен қазақшаға емес, орысшаға емес, ағылшын тіліне аудару. Яғни сөздің мағынасын ағылшынша қарау. Мен бұл лайфхакты университетте қолдана бастадым. Жаңа сөздердің мағынасын Google аудармашыдан емес, Merriam-Webster Dictionary ағылшын сөздігінен қарап бастадым. Және осы лайфхактан алғаным. Біріншісі синонимдер. Мен көп синоним үйрене бастадым. Екіншіден, менің миымда сөздер арасында байланыстар пайда бола бастады. Мен бір сөздің мағынасын тексеремін деп, тағы қайта 5 ағылшын сөздің мағынасын қайталап алдым. Тұрақты осы лайфхакты қолдансаңыз, біраз уақыттың ішінде сіз ағылшынша ойланып бастағаныңызды байқайсыз. Осындай пайдалы лайфхактарды білгің келсе, осы парақшаға тіркеліп қой. Және егер ағылшын үйренуге қызықсаң, бүгін және ертең менің арнайы науқаным жүріп жатыр. 6 курс бір ұсыныспен. Менің деңгей көтеру, IELTS, shadowing, акцент және тағы басқа 6 курсым бір бағамен 428 мың теңгенің орнына 49 990 теңге. Осы жеңілдікпен алып үлгеру үшін менің жекеме 6 курс деп жаз.